Санаулы күндерден соң тарих сахнасына 2021 жыл келеді. Бірақ биыл жаңа жылды қарсы алуға мерекелік шаралар ұйымдастырылмайды. Қаланы безендіруге қаражат та бөлінбеген. Бас шыршада ресми түрде жағылмайды. Дегенмен жылдағы дәстүрге үйренген жұртшылық үшін демеушілердің көмегімен Ақтау көшелеріне 3 шырша орнатылып, санаулы орындарға түрлі шамдар ілінген. Қала ішіне құрылған шыршалардың бірінің биіктігі 15 метр, енді бірі 12 метр. Қызылды, жасылды ойыншықтармен көмкерілген көрікті шыршаларды қалалықтар тамашалап та үлгерді. Безендірулер үшін бюджеттен ақша бөлінген жоқ. Себебі экономикаға салқынын тигізген пандемия бірқатар шығындарды азайтуға себеп болды. Өткен жылы қаланы безендіру үшін 29 миллион теңге кеткен. Ал биыл қаланы жарқыраған кейіпке енгізу үшін 1 теңге де жұмсалмады. Үнемделген ақша шаһардың бірқатар әлеуметтік мәселесін шешуге жұмсалады. Бірер күннен соң тарих қойнауына енетін 2020 жыл әлем жұртшылығы үшін бұрынғыдан өзгерек, ел есінде де ерекше сақталады. Өкінішке орай, ғаламды жайлаған пандемия 2 миллионға жуық адамның өмірін жалмады. Бұл уақыт пен денсаулықтың қадірін түсінген кезең болды. Астатөк шығынды қысқартуды да үйрендік. Қала аумағына ағымдағы жылы, яғни 20 жылы 3 шырша орнатылды. Атап айтсақ, ынтымақ алаңына биіктігі 15 метр, Астана алаңына 4-ші шағынаудандағы 12 метр және Өмірзақ ауылына биіктігі 12 метр 3 шырша орнатылды. Жергілікті бюджеттен жаңа жылдық безендіру жұмыстарына қаражат қарастырылмаған. Үнемделген қаражат әлеуметтік маңызы бар салаларға жоспарланып отыр. Ал облыстың бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес корпоративтік шаралар, балаларға арналған ертеңгіліктерді өткізуге тыйым салынады. Той, жиындар мен отбасылық бас қосуларға рұқсат етілмейді. Сонымен қатар мерекелік от шашуда болмайды. Мөлдір Батырбай, Ролан Аметұлы, жаңалықтар.